Саламатсың ба балақай? 122 сабақ жиын. Бүгінгі сабақта жиындарды салыстыруды үйренетін боласың. Сабақты бастамас бұрын каналға тіркеліп, лайк бас. Бірінші тапсырма. Әлия мен Сырымға бөлмелеріндегі заттарды жинастыруға көмектес. Қайсысын қайда жинауға болады? Балалардың әрбір сөреге жинағанын бір сөзбен қалай атауға болады? Мұнда ыдыстың суреті бар ма? Сырым мен Әлияның заттарын сөреге жинастыруға көмектесеге. Бірінші кітапты 4-ші сөреге қоямыз. Жерде жатқан ойыншықты 2-ші сөреге қоямыз. Кейінгі 2 допты 6-ші сөреге қоямыз. Машинаны 1-ші сөреге, одан кейін құрастырғыш ойыншықтарды 5-ші сөреге қоямыз. Енді бұларға қандай атау қоюға болады? Көрейік. 1-ші сөреге машиналар деп атауға болады. 2-ші сөре ойыншықтар, 3-ші сөре текшелер, 4-ші сөре кітаптар, 5-ші сөре конструктор, 6-ші сөре доптар екен. Мұнда ыдыстар бар ма? Ыдыстар жоқ, Жиын бұл ортақ белгілері бойынша біріктірілген нысандардың тобын айтамыз. Жиынды құруға қатысқан нысандарды оның элементтері деп атайды. Жиынның бірде-бір элементі болмаса, бос жиын деп аталады. Екінші тапсырма. Жиындардың атауын дәптеріңе жаз. Әрбір жиын үшін тағы да бір элементтен ойластыр. Оларды жаз. Бұл жиындардың қайсысында элементтердің саны тең дейді. Сол жақта суретте бірінші бөлікте бізде ненің суреттері тұр? Нан бар, круассан бар, печенье бар, тәтті бәліш бар. Яғни біз оларды не деп айтсақ болады? Ұннан жасалған тағамдар, яғни нан тағамдары. Келесі 2-ші суретте бізде нелер тұр? Ненің суреттері тұр? Қызанақ, капуста, қызылша, қияр, асқабақ тұр. Біз оларды яғни көкөністер деп айтамыз. 3-ші бізде сүттен жасалған тағамдар тұр. Яғни біз оларды сүт тағамдары деп атасақ болады. Бізге әр жиынға бір элементтен қос дейді. Бізде бірінші ұннан жасалған өнімдерге бөлкен нанды қосамыз. Ол жерде бөлкен нан жоқ. 2-ші бөлікке көкөністерге сәбізді қосайық. 3-ші сүт тағамдарында ірімшік жоқ, суреті. Біз ірімшікті қосайық. Бұл жиындардың қайсысында элементтердің саны тең дейді. Қане санап көрейік. Бірінші жиында 1, 2, 3, 4, 5 зат бар. 2-ші жиында 1, 2, 3, 4, 5, 6 зат бар. 3-ші жиында 1, 2, 3, 4, 5 зат бар екен. Сонда бізде қайсысы тең екен? Бірінші бөлік пен 2-ші бөлік жиындар тең екен. 3-ші тапсырма. Суретке қара. Сырым мен Әлияның қорабындағы және көк қораптағы заттар жиынын қалай атауға болады? Сырым мен Әлияның заттарын сана, салыстыр дейді. Сырымның қорабындағы заттар жиынын текшелер жиыны деп атаймыз. Ал Әлияныкін доптар жиыны. Ал арғы жағындағы заттардың жиынын ойыншықтар жиыны деп айтуға болады. Сырым мен Әлияның заттарын сана дейді. Бірінші сырымдыкін санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сырымдыкі 10 дана екен. Енді Әлияныкін санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Әлияныкі 8 дана екен. Енді қайсысы үлкен? 10 үлкен, Сырымдыкі үлкен. Сонда 10 артық 8-ден. 4-ші тапсырма. Әрбір жиынды қалай атауға болады? Әрбір жиынның элементтерін ата. Олардың атауын дәптеріңе жаз дейді. Бізге суреттер берілген, атауларын атап шығайық енді. Аю, қоян, мысық, құлын, дәптер, кітап, сызғыш, қалам, қарындаш, дәптер берілген. Бірінші бөліктегі жиындарды ойыншықтар жиыны деп атасақ болады. 2-ші бөліктегі жиындарды оқу құралдары жиыны деп айтсақ болады. Енді дәптерлеріне жазыңдар.
Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол балақай. Келесі сабақты көру үшін каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпа.